Иммунитетті көтеретін құрамы үш ағзаттан тұратын осындай кереметтей қоспаны үй жағдайында дайындаймыз. Имбиріміздің сыртын жуып тазалап, жұқа етіп, қабығын аршып аламыз. Жұқа етіп, майдалап, турап аламыз. Үккіштің немесе блендердің көмегімен де езуге болады. Мен осылай майда етіп турап алдым. Лимонды алдын ала ыстық суға жуып, тазалап салып қойған болатынмын. Лимонды шығарып, осылай сүйектерінен тазалап, майда етіп турап алсаңыздар болады. Немесе мен сияқты ұсақтау қылып турап, блендерге салып, езіп алсаңыздар болады. Барлығын бір ыдысқа салып, үстінен табиғи балымызды қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Күнде таңертең бір шай қасықтан жылы суға салып ішетін болсаңыз, иммунитетіңізді кереметтей көтереді, және де тұмау кезінде тұмаудың жазылуына жақсы себепкер болады. Сонымен қатар менің YouTube каналымнан өте пайдалы Амосов пастасының рецептісін таба аласыз. Және де басқа да қызықты рецепттерді көре аласыздар. Ол үшін поиске Арайлым Жаманқұл деп жазсаңыздар шығады. Каналға өтіп тіркелуді ұмытпаңыздар.